Бұл залда Қарағанды көмір бассейн туралы баяндалады. Қарағандыдағы көмірді алғаш 1833 жылы 5 жасар Аппақ Байжанов тапқан болатын. Тек ол көмірді табылғаннан кейін Аппақ Байжановтың жаңалығына ешкім мән бермейді. Тек 23 жылдан кейін 1856 жылы оны өндіріске енгізе бастайды. Тек ол жылы Ушаков атты орыстың көпесі қарағандылықтарды алдап сулап Қарағанды көмірін 256 сомға сатып алады. Ушаков қайтыс болғаннан кейін Қарағанды көмірін ешкімге керексіз болып, оны жалғастыратын мұрагерлері де болмайды. Ушаковтан кейін Қарағанды көмірін франциялықтар алады, франциялықтардан кейін ағылшындықтар алады. Тек қос революциядан кейін 1917 жылы Қарағанды көмірі елге қайтады. Осының негізінде 1920 жылы Капеев бастаған 20-ға жуық барлаушылар келеді. Бұл кісілердің барлығы Қарағанды көмірін түйемен, машинамен, көлікпен жүріп, Қарағанды көмірінің үлкен қорын тауып, геологиялық картасын жасап кетеді. Міне осы кезден бастап біздің Қарағанды көміріміз әлі күнге дейін дамып шығарылып келе жатыр. Жан-жақтарыңыздағы суреттерде Қарағанды көмір бассейнінде еңбегі сіңген атақты КСРО кеншілерін көруге болады. Қарағанды көмір бассейнінің алғашқы басшыларын көрсеңіздер болады. Подиумда ең алғашқы кеншілеріміздің қолданған еңбек құралдарын көруге болады. Сонымен қатар диорамада ең алғашқы Қарағанды көмір табылған кездегі қалашықты көрсеңіздер болады. Қалашыққа қарасаңыздар, ең алғашқы кеншілеріміз осындай шатырларда тұрып, кейіннен саман кірпіштен үй құра бастаған. Келесі диорамадан шахта ішіндегі көріністі көруге болады, яғни шахтаның астындағы кеншілеріміздің ауыр жұмысының бейнесін көрсеңіздер болады. Шахта механигі Макаров 1930 жылы бұрғылау машиналары арқылы 10 мың тонна көмір шығаратын комбайн жасап шыққан болатын. Сол комбайнның бір бөлігін алдарыңызда көрсеңіздер болады.